Сәлем баршаңызға. Мен сіздерге бүгін күшті идея тастап, өте кереметтей бір видеоның жасалу жолын көрсетпекшімін. Яғни видео болғанда, бұл видеоны сіздерге арнап түсіремін. Қалай жыртылып қалған сурет болса, ескі сурет болса, сол суреттің жыртылған жерін жөндеуге болады. Бұл деген өте көмек болатын нәрсе, өйткені әрбір үйде біздің өзіміздің ата-аналарымыздың қандай да бір суреттері болуы мүмкін, ескі, жыртылып қалған, өзіміздің де бір ғана бар сурет, бірақ жыртылып қалған, бірақ өзімізге ұнайтын суретіміз болуы мүмкін, сол суретті қалай өңдеуге, яғни қайтадан телефонның көмегі арқылы қалпына келтіруге болатынын мен сіздерге қазір көрсетемін. Әрине, алдымен егер сіз маған тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментария жазып, лайк басып, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Ал кеттік. Ол үшін бізге мынадай бір программа қажет болады. Өздеріңізге Snapseed деген программаны міндетті түрде жүктеп алыңыздар. Осы программаға кіреміз. Кіріп, альбомнан мына суретті таңдап отырмын. Бұл суретте көріп тұрғандарыңыздай ескі сурет, және де еріннің жанында беті жыртылып кеткен. Енді бұны қалай жөндейміз? Қазір сіздермен бірге біз жөндейтін боламыз. Енді бұл жыртылған жерді жөндеу үшін біз инструментіға кіреміз. Инструментіға кірген соң точечно дегенді таңдаймыз. Бұл точечно деген қай жерге саусағыңыздың ұшымен басасыз, сол жерді артындағы жаңағы қалыппен бірдей қылдырып өңдеп отырады. Енді ол саусақтың ұшымен басу арқылы жөнделеді. Бірақ та егер сіз оны таңдаған бетте осылай суретке басатын болсаңыз, сіз суретіңізді бүлдіріп аласыз. Олай істемейміз. Бірақ сіз случайно, если өстіп суретіңізді бүлдіріп алған болсаңыз, астындағы стрелкамен назад жасап қалпына келтіріп аласыз суретіңізді. Енді қайтадан көрсетейін. Инструментіға кірдім, точечно деген таңдадым. Енді бұны қолдану үшін біз бірінші суретті үлкейтіп аламыз. Суреттің көлемін үлкейтіп алғаннан кейін барып, саусақтың ұшымен басып қана қалып отырамыз, қараңыздар. Ақырындап, мынау жыртылған жері кетіп жатыр, байқап отырғандарыңыздай. Аккуратно. Арты қандай болса, сондай болады мына басқан кезде. Көрдіңіздер ме? Ақырын жылжытып, аккуратно осылай саусақпенен басып отыру арқылы сіздер осы жыртылған жерін жөндей аласыздар. Мінекей. Артында қандай болып тұрса, саусақпен басып қалған кезде сразу соны алып алады. Біріктіріп жібереді. Сол үшін аккуратно, асықпай басу арқылы жасаймыз. Мына жерде көрдіңіздер ме? Артындағы дұрыс емес жерді алып кетті. Слай. Достар, өте асықпай, аккуратно саусақпен басып отыру арқылы жыртылған жерін жөндеп аламыз, достар. Қараңыздар. Жыртылған жері жоқ, жөнделіп кетті. Бір тал төмен түсіп кеткен шашты мен алып тастап жатырмын. Көрдіңіздер ме? Керек емес жерін, жыртық жерін, тағы басқа осылай жөндеуге болады, достар. Бірақ өте аккуратно басып отырасыздар саусақпен. Егер бүлдіріп алып жатсаңыздар, жаңа көрсеткендей стрелкамен назад жіберіп жөндеп алып
ол қалпына келтіріп алып қайтадан істейсіздер. Бір екі рет жасағаннан кейін қолдарыңыз өзде үйреніп екенге келеді. Уже потом спокойно жасайтын болып үйреніп аласыздар. Мінекей достар. Мінекей мына қара болып қалды ғой орны. Қайтадан үстін бастырып жатыр, міне тазалап. Осылай достар, өздеріңіздің әдемі суреттеріңізді бүлініп қалған қалыпқа келтіріп, әрдайым оны өңдеп жөндеуге болады. Қазір дамыған заманда түрлі приложениялар бар, түрлі мүмкіндіктер бар. Бәрін қолданып үйреніп алыңыздар. Бір күн болмаса, бір күн қажет болып қалады достар. Қиын емес негізі. Просто кішкене сәл ептілікті қажет етеді. Енді мен сіздерге қазір мұнымен қоймай, тағы да бір приложениені, тағы да бір күшті приложениені көрсеткім келеді. Оны енді көпшілігіңіз білуіңіз де мүмкін. Қараңыздар, мінекей. Орны қарауытып қалған жерді қайтадан былай үстінен басып тазартып аламыз достар. Мінекей. Бұл енді өзі сондай ескі сурет болған. Бұны астында птичкамен таңдадық. Енді бұны сақтаймыз. Сақтау үшін экспортты басамыз, сохранитті басамыз. Болды, сурет сақталады. Фото сохранено деп шығып тұр. Енді келесі көрсеткім келген приложениені сіздерге көрсетейін. Redmi деген осындай приложениені жүктеп алыңыздар. Бұл суреттің сапасын жақсартатын сондай приложение. Данағы ескі сурет кішкене сапасы басқаша болып тұр ғой. Бұл жерде, бұл негізі платный приложение, бірақ оны бесплатно қолдану үшін сізге тек қана мына жерде X-ті басып тастайсыз и реклама көріп жасай бересіз. Улучшить дейміз. X-ті басып реклама болғанша күтесіздер, артынан X жабатын белгі шыққанша тоқтайсыз, көресіздер рекламаны. Содан кейін X-ті баса салып, ары қарай жалғастыра береміз. Қараңыздар, қандай сапасын күшті қылып жасап берді. Осылай ескі суреттеріңізді күшті қылып жасап аласыздар. Осылай міне бұны төбеде міне сақтаймыз. Сохранить деп сақтап аламыз. Осы жерде тағы да кішкене реклама көресіз. Міне достар, біздің суретіміз дайын. Дәл осылай кез келген суретті сапасын жақсарта аласыздар, жыртылған жерін түзе аласыздар, артық жерлерін алып тастай аласыздар. Мінекей достар, суретіміз дайын болды. Осылай кез келген суретті качествосын жақсартып, әрі жыртық жерін өңдеп, қажет емес жерлерін алып тастап жасауға болады. Сіздер де үйреніп алыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментария, лайк қоюды ұмытпаңыздар достар. Сау болыңыздар. Уақыттарыңызды бөлгендеріңізге көп рахмет.